Не үшін Құрандағы бір сүре құмырсқа деп аталған? Себебі ол сүреде құмырсқа мен Сүлеймен пайғамбардың оқиғасы баяндалады. Өте қызық. Сүлеймен пайғамбар жалпы Ибрахим алейхиссаламның ұрпақтарынан. Ол кісіге түгел Иерусалим қарайды. Сүлеймен пайғамбарға пайғамбарлық келгенде Аллаға дұға етеді ғой: "Я Раббым, маған дейінгілерге берілмеген, менен кейін де ешкімге берілмейтін билік, патшалық берші маған" дейді ғой. Сөйтіп Алла оның дұғасына жауап береді, қалаған билігін береді. Сүлеймен пайғамбарға жындарды, аңдарды, жәндіктерді, жануарларды, құстарды, адамдарды бәрін бағындырып қояды. Олар бағынып қана қоймай, Сүлеймен пайғамбарға қызмет етеді. Сүлеймен пайғамбар әрі патша болады. Сөйтіп күнделікті жан-жануар, жындарды, құстарды бәрін тізіп, тексеріп, әрқайсынан есеп алып отырады. Бір күні Сүлеймен пайғамбар өзінің жер қайысқан әскерімен, оның ішінде көзге көрінетін, көрінбейтін жындар бар, аспанды жауып тастаған құстар бар, тістеріне дейін қаруланған жануарлар бар. Үлкен әскермен келе жатады ғой. Сөйтіп әскер құмырсқалар мекендейтін бір сайға жақындайды. Сүлейменнің әскерінің келе жатқанын естіген бір құмырсқа